Құрметті студенттер мен әріптестер, бүгін нөмір 8-ші колледждің мұғалімі қазақ әдебиетінен сабақ өтеді. Сабақтың тақырыбы Абай Құнанбаевтың өмірі мен шығармашылығы. Қош келіпсіздер. Шын қақым сөзің асыл баға жетпес, бір сөзің 100 жыл жүрсе дәмі кетпес дейді. Абай Құнанбаев 1845 жылы өмірге келген. Бүгінгі сабақтың мақсаты, білімділік мақсаты, Абай өлеңдерінің тәрбиелік мәнін түсіну. Адамгершілік тәрбие берудегі ақынның философиялық шолуларының маңызын түсінуге үйрету. Тәрбиелік мәні оқушы дүниетанымын қалыптастыру, адамгершілік қасиеттерді оқушы бойына сіңіру. Ойшыл көтерген проблемалар танылымнан үлгі алып, оқушының азаматтық бейнесін қалыптастыру. Ал дамытушылық мақсаты оқушыларды өзінше ой қорытуға, ой түюге баулу, шығармашылық жұмысқа жұмылдыру арқылы таным түсініктерін дамыту. Абай Құнанбайұлы қазақ халқының жазба әдебиетінің негізін салушы, ойшыл, ұлы ақын. Абай 1845 жылы Семей облысының Шыңғыстау өңірінде дүниеге келген. Абай өз ауылында молдадан білім алған. Кейін ауқатты Құнанбай баласын Семейдегі Ахмет Ризаның медресесіне оқуға береді. Кейін әкесі оның өзінің қасына ел білеу мақсатымен алады. Абай кім? Абай композитор, Абай күйші, Абай көркем әдебиеттің қазығы, Абай көркем сөз шебері, Абай философ, Абай ғалым, Абай ұлы ақын. Қайтты достан да, дұшпаннан да, алдамаған кім қалды тірі жанда. Алыс жақын қазақтың бәрін көрдім, жалғыз жарым болмаса анда-санда. Пайда үшін біреу жолдас бүгін таңда, ол тұрмас бастан жыға қисайғанда. Мұнан менің қай жерім аяулы деп, бірге тұрып қалады кім майданда. Ендігі жұрттың сөзі ұрлық қарлық, саналы жан көрмедім сөзді қарлық. Осы күнде осы елде дәнеме жоқ, мейірғанып мәз болып қуанарлық. Байларда мал қызығын біле алмай жүр, жас жіберіп күз атын міне алмай жүр. Сабылтып, күнді ұрлатып, із жоғалтып, ызаменен ыржиып күле алмай жүр. Саудагер тыныштық сауда қыла алмай жүр, қолдан беріп қор болып ала алмай жүр. Ел аулақта күш айтқан, топтатанған, арсыз жұрттан көңілі тына алмай жүр. Естілерде ісіне қуанбай жүр, ел азды деп надандар мұңаймай жүр. Ала жылан, ашпақа күпілдектер кісекен деп ұлықтан ұялмай жүр. Бектікте біреу бекіп тұра алмай жүр, одағы ұрғарды тия алмай жүр. Қарсылық күнде қылған телі тентек, жаза тартып ешбірі сұралмай жүр. Қарындас қара жерге тығалмай жүр, бірінің бірі сөзін құба алмай жүр. Құда тамыр, дос шаран, қатын балаң, оларда бір қалыпты бола алмай жүр. Бір күшті көптен текті жыға алмай жүр,
іште жалын дерт болып шыға алмай жүр. Арақ ішкен, мас болған жұрттың бәрі не пайда, не залалды біле алмай жүр. Жетілтіп жаз жайлауға қона алмай жүр, күз күзеуде жанжалсыз бола алмай жүр. Қыс қыстауың, қып-қызыл ол бір пәле, оралып ешбір шаруа оңалмай жүр. Жасы кіші, үлкеннен ұялмай жүр, сұрамсақтар нәпсісін тие алмай жүр. Сәлем борыш, сөз қулық болғаннан соң, қандай жан сырттан сөз бол сыналмай жүр. Өлеңдерінен басқа да өз өлеңдеріне әндер шығарған. Абай әндерінің бәрі қазіргі нотаға түскен, орындалып жүрген классикалық туындылар. Абайдың өзі шығарған 20 шақты өлең әні бар. Абайдың қандай өлең әндерін білеміз? Мысалға, көзімнің қарасы, бәріңіз де білесіздер. Айттым сәлем қаламқас, қор болды жаным, алыстан сермеп. Бойы бұлған, Татьянаның хаты. Сен менен етесің, ата-анаға көз қуаныш. Ал құрметті студенттер, қазір біз Абайдың Айттым сәлем қаламқас әнінен өзінді тыңдап көрейік. Абай тек қана әнші ғана емес, ол күйші де болған. Оның көптеген күйлері бар. Сол күйлерінің бірі
Торжорға күйінің үзінді тыңдап көрейік. Торжорға. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым деген өлең сол кездегі қазақтың рухани ахуалынан хабар беретін өте бір терең талғамды өлең. Қарап отырып, бұл өлеңнен Абайдың ұлттық, елдік санаға көтерілген даналығын аңғарамыз. Хакім Абай қалың елім, қазағым, қайран жұртым дейді. Қайран тобықтым, болмаса қайран арғыным, болмаса қайран орта жүзім демейді. Міне, осындай санаға көтерілген ғұламаның ойы өте өзекті. Неге? Өйткені бүгін біздің қоғамда ондай сана жоқ. Ел болу үшін жұртым десе, қабырғасы қайысатын адамдар керек ақ. Құрметті студенттер, мен бір өлеңін оқып берейін, айтып берейін. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті мұртың. Жақсы менен жаманды айырмадың, бірі хан, бірі май боп, енді екі ұрттың. Бет бергенде шырайың сондай жақсы, қайдан ғана бұзылды сартша сыртың. Ұқпайсың-ау өз сөзіңнен басқа сөзді, аузы менен орақ ұрған өңкей қыртың. Өзімдіке дей алмай өз малыңды, күндіз күлкің бұзылды, түнде ұйқың. Көрсе қызар келеді, байлауы жоқ, бір күн тыртың етеді, бір күн бұртың. Бас-басына би болған өңкей қиқым, мінекей бұзған жоқ па елдің сыйқын. Өздеріңді түзелер дей алмаймын, өз қолыңнан кеткен соң енді өз ырқың. Ағайын жоқ нәрседен етер бұртың, оныңда алған жоқ па Құдай құлқын. Бірлік жоқ, береке жоқ, шын пейіл жоқ. Сапырылды байлығын баққан жылқың.
бастамай қолда малға талас қылған, көш сынасқан күндестік бұздау шырқын, оңалмай бойда жүрсе осы қыртың, әр жерде жазылмай ма жаным тырқың. Қай жеріңнен көңілге қуат қылды, қыр артылмас болған соң мінсе қырқың, тиянақсыз, байлаусыз байқұс қалпың, не түсір құр күлкіден жыртың. Ұғындырар кісіге кез келгенде, пыш демей қалама ол дастыртың. Абай әдебиеттегі аударма жасаудың шебер үлгісін көрсеткен. Жай мағынасын ғана аударумен шектелмей, Пушкин, Лермонтов, Крыловтармен таласа отырып, өз ақындық қуатын, қарымын танытқан. Қазақ өлеңінің шоқтығын көтерген ақын. Абай аудармаларын еске түсіре кетейік. Мысалға, Пушкиннен Евгений Онегинді, Татьянаның хаты, Ленскийдің сөзі аударған. Ал Лермонтовтан аударған өлеңдердің саны 27. Мұңлы шайтан, теректің сыйы, тұтқындағы батыр, дұға, жалғыз жалау, тағы басқалар. Ал Крыловтан аударған мысалдары есек пен бұлбұл, піл мен кәнден, түлкі мен қарға, шегіртке мен құмырсқа, бүркіт пен қарға. Абай өлеңдерінен басқа да поэмалар жазған. Оның поэмалары өмірден алынған емес, шығыстық оқиғалар сарында жазылған. Поэмалардың саны 3. Ескендір поэмасы, Масғұт поэмасы, Әзімнің әңгімесі. Бүгінгі сабағымызда Абай шығармаларымен таныстығымызды ары қарай жалғастырамыз. Соның ішінде Абайдың философиялық ойлары берілген қара сөздеріне де ерекше тоқталуды жөн санадым. Себебі Абай қара сөздері өте көркем әңгіме емес. Ғақлиялық даналық сөздер бүгінде бағасын жоймаған құнды еңбек. Абайдың қанша қара сөзі бар дегенде барлық студенттер қазір біледі, 45 қара сөзі бар дейді. Қазақ әдебиеті тарихында ең алғаш жазба әдебиетінің негізін қалаған Ыбырай Алтынсарин болса, оны ары қарай жалғастырған Абай болған. Ыбырай Алтынсарин көркем сөз әдебиетінің атасы болса, Абайдың қара сөздері, ғибратқа толы даналық сөздері болған. Абай өз қара сөздерін 1898 жылдар арасында жазған. Қара сөздерін жазуды бастағанда Абай 45 жаста болған. Ақыл ойы толысып, жасы кемелдеген, көрген білгенін ой елегінен өткізіп, сарапта жасқа жеткен кезінде қара сөздерін жазуды қолға алған. Бұған дейін шығыс ойшылдары Әл-Фараби, Фирдауси, Бабыр, батыс философы ғалымдары Галилей, Коперник, Спенсер, Дарвин, Ньютон, Пифагор еңбектерімен танысып, үлкен дайындықпен келеді. Ал енді құрметті студенттер, Абай ұлы ақын, ғалым философ, көркем әдебиеттің темірқазығы екендігін
Абай насихаты ынтымақшыл, арлы, адал, еңбекқор, иманды, талапты, үлкен жүректі кісі болу. Абай 29-шы қара сөз арқылы кез келген нәрсені сол қалпында қабылдай бермей, сын көзбен қарауға, өзіне керекті нәрсені танып, талғап ала білуге шақырады. Абайдың өз сөзімен айтсақ, терең ойдың түбінде теңізі бар, тесіле көп қараса көңіл ұғар деген. Ал енді құрметті студенттер, үй тапсырмасын жақсылап жазып алыңыздар. Мына жерде Абай атамыздың қандай өлеңдермен таныстық, соны сәйкестендіру арқылы өлеңдерді дұрыс орнына қойыңдар. Одан кейінгі әрқайсыңа берер тапсырма, бір өлеңнен жаттап, мынау интернетке жіберіңдер. Осымен сабағымыз бітті. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар, құрметті студенттер.